Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын сосиски тесто рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен құрамын дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымызға кішкене тұзымызды және кішкене қантымызды және де сары майымызды саламыз. Және ашытқымызды да бірден салып аламыз. Салып алған заттарымызға енді жылы суымызды құйып, араластырып қамыр илеп аламыз. Ең алдымен кішкене қамыр болғанша қасықпенен иледім, сосын қолменен жақсылап илеп қамыр жасап аламыз. Міне қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. Және де салфанмен жауып көтерілгенше күтеміз. Міне қамырымыз көтеріліп дайын болды. Осылай көтерілгенше бір жарым сағаттай тұрды. Міне қамырымызды дөңгелекше етіп бөліктерге бөліп аламыз. Және де бетін салфанмен жауып кішкене 10 минуттай тұрғызып аламыз. Міне қамырымыз 10 минуттай тұрды, көтерілді. Және де қамырымызды алып бір келкі дөңгелекше етіп ұзынша қылып жайып аламыз. Қалыңдығы осындай видеодағыдай болуы керек. Енді сосискамызды алып әдемілеп орап шығамыз. Жаны қалып қойған шетін пышақпен кесіп тастаймыз. Қамырларымыздың бәрін жасап аламыз. Және де алдын ала дайындап қойған пергамент қағазымыздың табамыздың үстіне қамырларымызды жайғастырып шығамыз. Енді ол көтерілу үшін мен салфанмен кішкене 10-15 минутқа қойып аламын. Міне менің қамырым 10-15 минуттай тұрды. Енді жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаның өзін бетіне жағып алсаңыздар болады. Мен жұмыртқаның өзін жағып алдым. Енді кішкене беті әдемі болып шығу үшін күнжіт қостым. Енді дайындап алған сосиски тестоларымызды пешке 180 градусқа 40-45 минутқа қойып аламыз. Міне сосиски тестоларымыз пісті, әдемі әрі жұмсақ, жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін қарап, видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген рецептер шығады. Сол себепті менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жан сұлу.